Қиналған сәттерде тағдырға кінә арта бермей, жаратқанның берген әр мүмкіндігіне ризашылық білдіруіміз керек. Әрқайсысымыз өз тағдырымыз жайлы ойлағанда, жақсысы мен жаманын саралап қарағанымыз жөн. Өз басымда қазір еш нәрсеге мұқтаждық жоқ, дегенмен жабайылардан қорқып үнемі сақтық амалдармен жүремін деп күнделікті тұрмысыма көңіл бөлмей кеттім. Менің ұсталығым да жайына қалды. Мысалы, мен іске асырмақ болған істерімнің бірде-біреуін әлі қолға алған жоқпын. Арпадан ашытқы жасап сыра дайындағым келді. Әрине, бұл қиял ғана. Кейде өзімді аңғалдығым үшін кінәлап та жүрдім. Бұл ойымды жүзеге асыру үшін көп нәрсе керек еді. Ал мен ең қажет деген нәрселердің өзіне мұқтаж болдым. Бәрінен бұрын сыраны ашыту үшін бөшке керек екенін оқырман жақсы біледі. Мұны жасау үшін бірнеше апталар мен айларды арнасам да, бәрі әурешілік болар еді. Мұнан кейін менде ашытқы да, ұйытқы да жоқ. Жабайылардың лаңы болмағанда бұл ойымда ендігі нәтижесін берер еді. Бастаған ісімді аяқсыз қалдырмаушы едім. Бірақ ұсталығым жайына қалып, мүлде басқа ойда жүрдім. Қанды той үстінде мәз-мейрам болып жатқанда осы қанішерлердің бірнешеуін өлтірсем, күні түні етін жеуге алып келген бейшараны құтқарып қалсам деп ойладым. Қанішерлерді құртып жібермесем де, қатты қорқытып менің аралымнан қуып шығуым керек деп те ойладым. Қанішерлерді құрту туралы қилы-қилы әдіске құрылған жоспарым туралы ақтарылсам, кітабымның көлемі көтермей қалар еді. Бірақ бұл ойым далбасалық екен. Қанішерлердің көзін құрту үшін соғыс ашу керек. Ал жалғыз адам қолдарына найза, садақ асынған бірнеше жыртқышқа қалай төтеп бере алады? Мылтығымды оқтап болғанша олар мені садақтарымен-ақ қағып түсірер еді. Маған бір ой келді. Олардың от жаққан жеріне жарылғыш нәрсе орнату және оған 5-6 фунт оқ-дәрі салу. Олар келіп от тұтатқанда оқ-дәрі балқиды да, сосын атылып маңындағы тұрғандардың бәрін күйік шалады. Бірақ өзімде де оқ-дәрі санаулы қалды. Екіншіден, олардың бәрінің от тұтанған кезде соның маңайында жүруі екі талай ғой. Онда бұл әрекеттен келіп кетер қандай пайда бар? Ең бастысы оларды үркіту. Әрине, оларды үркіттім-ақ делік. Бірақ одан кейін олар аралға аяқ баспайды деп кім айта алады? Сондықтан бұл ойымнан да айныдым. Енді ыңғайлы жерден торуыл құруды ойладым. Олар көздері қызарып, өз-өздеріне сенімі артқан кезде тасада жатып оқталған 3 мылтықты қатарынан бассам, кем дегенде бір атқанда 2-3 адамды жарақаттар едім. Сосын атып шығып тапаншамды іске қосып шапашотпен бас салар едім. Осылай әрекет етсем, жауымның саны 20 болса да жеңіс менің жағымда боларына сенімдімін. Сарсылтқан ой үстінде бірнеше апта бойы жүрдім. Бұл ойдың мені мезі еткені сондай, түсімде де жабайыларды атып, солармен алысып жүретін болдым. Жабайылардан таса болатын өзіме қолайлы екі жер іздедім. Біреуінен оларға оқ жаудырсам, екіншісі сырттай бақылау үшін. Қолайлы жер дегенім бір төбенің шоқысы. Мен ол жерден теңізге таяп қалған әрбір қайықты көзден таса қылмаймын. Жабайыларды алыстан бақылап тұрып, олар жағаға жақын келгенде мен көзге түспей, жақын тұрған тоғайға зып беремін. Сол жердегі бір ағашта маған жасырынып отыруға ыңғайлы үлкен қуыс бар еді. Сол қуыстан жабайыларды аңдып отырушы едім. Олардың бәрі бір жерге жиналған сәтті аңдап отырып, көздеп тұрып, бір оғымды шығын қылмай 3-4-еуін бірден жайратып салар едім. Ыңғайлы орын тапқан бойда ұлы майданға дайындалдым. Тапаншаларымды, 2 мушкетімді және мылтығымды мұқият тексердім. Мушкетімнің әрқайсысына 7-7-ден оқ салдым. Жетеудің 2-еуі қолдан жасалған қорғасын оқ, 5-еуі тапаншаның оғы. Мылтығымды ірі оқ-дәрілермен оқтадым. Бұдан кейін 3-4 қосымша оқ-дәрі алып майданға аттандым. Ойша жоспар құрдым. Ол жоспарым қиялымда бірнеше мәрте іске асқан соң, менің қорғанымнан 3 мильден артық емес жердегі төбенің басына күн сайын шығатын болдым. Күні бойы теңізден әлдебір кеме немесе қайықтарына мінген жабайылар келе ме, жоқ па деп көз талдырумен болдым. 2-3 айдай сақшылық қызметімді тік тұрып атқардым. Тіпті жалықтырып та жіберді. Осы айлар аралығында жағалаудан кеме түгілі қайық та кездестірмедім. Қарауыл төбеге барып кетіп жүрсем де менің жауынгерлік желігім бәсеңдеген жоқ. Оларды құртамын деген ниетім үшін де мені айыптауға болмас. Жалаң қол 30-40 адамды қыру маған оп-оңай көрінді. Бұл жерді мекендеушілерге деген жиіркеніштен туған ашу үстінде бұларды жазалауға тұра ма, жоқ па деп ойламаппын да.
Құдайдың қарғысына ұшыраған оларды айуандыққа бастап тағылықпен ғана күн кешетін көсемдерінен басқа еш нәрсені білмейді деп ойладым. Тіршілік пайда болғалы адам баласына тән емес әдетпен шұғылданған, күллі тайпасымен зұлымдық жасауға ғана бейім Құдайын ұмытқан азғындарды жаратушы неге жазаламайды? Оларға кешірім жасауға бола ма деп ойладым. Әрине, мұның төрелігін айтушы мен емеспін ғой. Мана айттым ғой, нәтижесіз күн сайын тағылардың ізіне түсу мені әбден жалықтырды. Енді алған бетімнен қайтып, құрған жоспарымды да ұмытуға тырыстым. Бұл ермегіме енді селқос, ықтиярсыз қарадым. Тағылар үшін төрелік етіп немесе оларға жендет болу немді алған деп өз-өзімді тергедім. Солар-ақ қылмыскер болсын. Ғасырлар бойы қанішерлікпен тірлік кешкен олардың жазасын Құдай бермесе, онда оларды әу бастан қанішер етіп жаратқан ғой. Олардың бірін-бірі өлтіруі Құдайдың әмірімен болып тұрған шығар. Қалай десек те бұл адамдар маған жамандық жасаған жоқ. Олардың тайпалары арасындағы ұрыс керісте менің шаруам қанша? Олардың есепсіз төгілген қандары үшін неге мен кек қайтаруым керек деп ойладым. Мен тағы былай деп ойладым. Олардың Құдай жазасын бере ме жоқ па, ол жағы маған беймәлім. Адам жегіштер үшін адамды бауыздау қылмыс емес. Бұл әдеттерінен олар айып боларлық еш нәрсе көрмейді. Ол үшін олардың жаны азап шекпейді. Олар күнәлі болса да біз сияқты кешірім сұрап Құдайға құлшылық етпейді. Көздері көрместен, еш нәрсе сезінбестен күнә үстіне күнә жамай береді. Олар үшін тайпа жауынгерін өлтіру біздің малды құрбандыққа шалғанымыз сияқты қалыпты жағдай. Олар адамның етін де біздің қойдың етін жегеніміз сияқты сүйсініп жейді. Қорқынышты ойларымды қорыта келіп, адам жегіштерге қылмыскер деп шығарған үкімім дұрыс емес деген шешімге келдім. Бұлардың қылмыскер емес екенін енді түсіндім. Мысалы, христиандар да жауынгерлерін өлтіреді. Одан да сорақысы жазықты жауынгер қаруын жерге тастап басын исе, бір жауынгердің күнәсі үшін күллі әскерді қырып салады. Мен енді жабайылар қандай айуандық әрекетке барса да менің шаруам жоқ деп шештім. Олар маған еш қастандық жасаған жоқ. Мен не үшін олармен өштесуім керек? Иә, егер олар маған қастандық жасап тағдырым қыл үстінде тұрса, онда ойлануға болады. Әзірге олардың қолына түскенім жоқ. Менің бұл мекенде бар екенімді білмейді. Мен оларға өзім бастап тиіспесем, олар маған еш жамандық тілеген жоқ қой. Жабайылардың адамды құрбандыққа шалар әдет-ғұрыптары миллиондаған адамның тағдырын талқандаған оңтүстік Америкадағы испандардың қанішерлігінен кем емес еді. Мысалы, жабайылардың адамдарды құрбандыққа шалу діни мерекелері немесе тағылық дәстүрі делік, ал қанішер испандықтардың қатыгездігі бұлардан да сорақы емес пе? Бүгінгі таңда бүкіл Еуропа христиандары, тіпті испандықтардың өздері де жазықсыз Америка халқын көзсіз қырғандары үшін әлі күнге наразылық білдіреді. Бұл оқиғаны Құдай да, адам да ақтай алмас жазықсыздардың қанды қырғыны дейді. Сол күннен испан деген сөздің өзі адамзат баласының жанын түршіктіреді. Испанияны діннің шарттарын орындай алмайтын, ізгіліктен жұрдай жауыздық жасауға ғана бейім қанішерлердің мекені деп есептейді. Ой таразысымен салмақтай келе мен алған бетімнен қайта бастадым. Егер олар маған шабуылдаса, мен оларды өлтіре аламын. Ал қазіргі тіршіліктеріне араласуға менің құқым жоқ. Мен тек олар шабуылдаса ғана қорғанудың амалын қарастыруым керек. Өздері бастаса қарап қалмасын белгілі деген байламға келдім. Бір жағынан, менің жасырын жоспарым жабайылардан құтқарып қана қоймайды. Керісінше мен өз ажалыма өзім себепші боламын. Мысалы, мен олардың бірін қалдырмай талқандап, содан кейін қайықпен ағылғандарын жайратып отырсам ғана өмір сүруге сенімді боламын. Егер олардың біреуі құтылып кетсе, кек алу үшін күллі тайпасымен оралары белгілі. Міне, осылай өз басыма өзім қара күн орнатқан болар едім. Дәл осы көңіл ауанымен жылдан астам уақыт жүрдім. Осы аралықта жабайылар туралы астыртын ойыма оралған жоқпын. Олардың жолын торуылдау үшін бірде-бір рет төбенің басына да шыққаным жоқ. Олардың келіп кеткенінен хабар берер жағада із бар ма жоқ па көңілде бөлмедім. Азғындарды көріп қалып бұларды құрту жайлы қара ниетім аяқ асты оянып кетеме деп қорықтым. Қайығымда аралдың шығыс жағындағы айналасы құз өте ыңғайлы түкпірге орналастырдым. Ағыс қатты болғандықтан жабайылар бұл түкпірге ешқашан келе алмасын білдім. Қайығымды өз қолыммен жасаған діңгегі, желкені және зәкірімен қоса
Тіпті зәкірдеуге келмейді, бірақ одан артық етіп жасай алмадым. Алып келдім. Бір сөзбен айтқанда, тіршілік белгісі ретінде еш нәрсе қалмауы үшін арғы беттен ұсақ түйекке дейін ештеңе қалдырмадым. Енді мен жоғарыда айтып өткенімдей бей жай барақат тірлік кеше бастадым. Анда-санда болмаса өз үңгірімнен шығуды да сиреттім. Бірақ күн сайын ормандағы саяжайымды қадағалап ешкілерімді сауып тұрдым. Саяжайым аралдың қарсы жағында болғандықтан келер қауіпті сезбедім. Жабайылар олжа табу үшін ғана аралға келіп кетіп жүрген соң, жағалаудан ғана кетіп жүргендеріне сенімдімін. Мен олардың ізіне куә болғаннан кейін ғана аяғымды аңдап басатын болдым. Өзіме келер қауіпті сезбей олармен ойда жоқ жерде ұшырасып қалсам қайтер едім деп ойлағанда тұла бойым түршікті. Көбіне мылтықты ұсақ бытырамен оқтап алып жүруші едім. Өзіме азық іздеп, әр қуысты тінтіп, аралды алаңсыз аралап жүретін болдым. Кейде адам ізін көрмей қалып бірден 15-20 жабайының көзіне түссем, не болар еді деп те ойлап қоям. Әлбетте, олар мені қуып жетіп алар еді. Себебі жабайыларды желаяқ деуге де болады. Олар өте жылдам жүгіреді. Рақымы мол жаратушы жолымыздағы қауіп-қатерден қорғайды, бәле-жаладан сақтайды дегенді бұдан да бұрын ойлаушы едім. Енді тіпті жиі ойлайтын болдым. Және де тағы бір қызығы, біз көбінесе өзімізге төнгелі тұрған қатерді де Құдайдың құдіретімен сезінбей қалатын кездеріміз де болатынын оқырманға ескерте кетуді жөн санаймын. Кейде дағдарып, тығырықтан шығар жол таба алмай тұрғаныңда, немесе таңдаған жолыңның дұрыс екеніне көзің жетіп енді алға қадам баса бергеніңде, құпия бір ішкі дауыс тежеп қалады. Адамның табиғат берген ақыл-ойы, түйсігі тіпті айқындалған мақсаты да оны сол жолға шақыратын секілді. Алайда оның жан дүниесі көзге көрінбес тылсым күшке қарсы келе алмайды. Егер ол ішкі дауысқа құлақ аспай, өзі таңдаған жолмен жүріп, өз қалауы бойынша қадам жасаса, ол тіпті қазаға ұшырауы да әбден мүмкін. Ұзақ ойланып, көп толғанғаннан кейін өмір сүрудің мынадай ережесін жасадым. Өзіңе сенімсіз сәтте ішкі даусыңа құлақ сал және өзіңді өзің тыңда. Бұл ереженің дұрыстығына көз жеткізу үшін мен өз тәжірибелеріме сүйенер едім. Әсіресе қырсық шалған аралда тірлік құрған соңғы жылдар. Бұрын маған мағынасыз болып көрінген нәрселерге қазіргі пайымым бойынша сөзсіз зейін аударар едім. Ақылға келудің ерте кеші жоқ. Парасатты деген адамдарға айтайын дегенім, өмірдің қандай қиын сәттерінде де тіпті тауқыметі менің тағдырымнан ауыр болса да, ақылың асып жатса да, ішкі даусыңа құлақ сал. Маған бұл еш күмәнсіз, алайда сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Астыртын меңзеу екі дүние арасында рухтар байланысы бар дегенге дәлел сияқты. Мың басқан менің аралымдағы рухтар байланысы туралы әртүрлі ғажап мысалдарды бұдан кейінгі жазбаларымда келтірермін. Оқырмандарға қазіргі жағдайымды баяндап берсем сөкеттігі жоқ деп ойлаймын. Соңғы кездердегі санамды жайлап алған қорқыныш, жан дүниемнің азап шегуі, аяғымды басқан сайын үрейлену, тынышсыздану жігерімді жасытты. Тұрмыс жағдайымды түзеп үй үшін ретке келтіремін деген талабым аяқ асты болды. Жеке басыма қауіп төніп тұрғанда үстелімді жөндейін дегендей ұсақ мәселелермен қайтып айналысарсың. Жабайылар естіп қалар деген сақтықтан шеге қағу, балтамен жұмыс істеу сияқты шаруалар да жайына қалды. Осындай себеппен мылтықты да оқтауды қойдым. Отымды да тұтата алмадым. Алыстан көрінген түтін жабайыларға менің тіршілігімнен белгі беріп қояма деп қатты қорықтым. Сондықтан көзге көрінер бұйымдардың бәрін, қыштан жасалған бұйымдар да бар, жаңа үйіме тасыдым. Қатты қуанғанымнан болу керек, сіздерге айтуға ұмытып кетіппін. Бір күні тау ішін кезіп жүріп жартастағы үңгірге тап болдым. Іші сондай кең, бірде-бір жабайы бұл үңгірге кірмек түгіл тұмсығында сұға алмас еді. Қысылған адам жол тапқыш дегендей, бұл үңгірдің аузын менің ғана көзім шалды, мен ғана көре алдым. Үңгірдің аузы жартастың ең биік бөлігінде. Мен мұны отындыққа ағаштың жуан бұталарын жинап жүргенде көргенмін. Әңгімемді бастамас бұрын жуан бұталардың не үшін керек болғанын баяндайын. Тіршілігімнен белгі берер деп от тұтатуға қорықтым деп айтып едім. Бірақ нан, ет, тіпті тамақ пісірмей қалай күнелтемін. Сондықтан мен түтіні шықпайтын ағаш көмірі дегенді ойлап таптым. Англияда жүргенде жуан ағаштарды оттың үстіне қақтап көмір жасайтынын көргенмін.
көргенімді іске асырдым. Мен көмірді орманда дайындап, сосын үйге тасыдым. Осы шаруамен әбігер болып жүрген күндердің бірінде бір қуыста тереңге қарай кеткен үңгірді аңғардым. Бұл үңгір қайда бастап апарады деп білгім келді. Мен оған әрең дегенде еніп ішіне түскен соң екі адамның бойына шақ келер биіктігіне таң қалдым. Мен мұнда әрең кірсем де қалай атып шыққанымды сезбей қалдым. Енгенім сол еді. Сырттан түскен жарықтың аз ғана сәулесіне шағылысқан. Үңгірдің арғы жағы тіпті қараңғы. Не адам екені, не шайтан екені белгісіз, оттай жанған екі көздің қадалғанын көрдім. Үңгір аузында тұрып, есімді жиған соң өзіме өзім ақымақсың. Аралда 20 жыл бойы жалғыз тіршілік кешкен адам кім болса да, тіпті ол шайтан болса да қорықпайды дедім. Бұл үңгірде мен қорқатындай дәнеңе жоқ. Сөйттім де қолыма шырақ ұстап, батырсынып үңгірге қайта ендім. Қолымда шырағым, 3 адым аттамай жатып артыма қарағанда алдыңғыдан да қатты зәрем ұшты. Ыңырсыған дауыс шықты. Одан кейін сандырақтап жатқандай болды, сосын тағы да ыңырсыды. Тұрған орнымнан қозғала алмай қалдым. Қара тер тұла бойды алды. Шаштарым тік тұрды. Басымда қалпағым болғанда шаштарым ілгіш болғанда. Қысылғанда Құдай көмектесерін білгесін бойымды жиып тағы алға қарай жылжыдым. Төбеме көтеріп келе жатқан шырақтың сәулесімен үлкен сиықсыз кәрі ешкінің жерде жатқанын көрдім. Ол еш қозғалыссыз демін әрең алып жатты. Әбден қартайған болуы керек. Мен оны тұрғызбақ болып аяғыммен түртіп едім, оның қозғалуға шамасы жетпеді. Өлмесе өлгенше жата берсін. Бұл мені қалай қатты қорқытса, менен кейін бас сұққан әр жабайыны одан бетер қорқытсын деп ойладым. Жүрегім орнына түскенсін, жан-жағыма қарадым. Үңгірдің іші өте тар, 20 шаршы футтай, тіпті қолайсыз. Не дөңгелек, не төрт бұрышты емес. Бұл үңгір адам баласының қолы тимеген тек табиғаттың төл туындысы екенін аңғартады. Ары қарай тағы қуыс бар, ол өте тар. Еңбектеп жүрмесе оның ішіне сыю мүмкін емес. Бұл қуыстың қайда жол бастарына көзім жетпегесін, оның үстіне жарық қылар нәрсе болмағасын, келесі күні шырағымды алып келмекке бекіндім. Екінші күні осы ойымды жүзеге асырдым. Өзіммен бірге 6 шырағымды алып үңгірге ендім. Ол уақытта ешкінің майынан шырақ жасауды керемет меңгеріп алғанмын. Тек білте орнату қиын болды. Оны ескі жіптен қалақайға ұқсас өсімдіктің талшықтарынан жасадым. Жоғарыдан айтқан тар қуыстың аузына келіп 9 ярд жердей 4 аяқтап жүруге тура келді. Бір сөзбен айтсам, менің талпынысымды ерліктеуге болатын шығар. Себебі мен қайда келе жатқанымды, мені не күтіп тұрғанын білгенім жоқ. Манағы қуыс бірте-бірте кеңей бастады. Бір кезде мен өз аралымда бұрын соңды көрмеген ғажап нәрсеге куә болдым. Биіктігі 5-6 аршын барау деп шамаладым. Шамның жарығымен сәулеленіп төбесіне дейін жалт-жұлт еткен қабырғаны көрдім. Менің шырағымның сәулесімен шағылысып көздің жауын алған бұлардың алмас не гауһар тастар екенін біле алмадым. Қалай десек те қымбат тастар, тіпті алтынға ұқсайды екен деп шамаладым. Қап-қараңғы, құрғақ, бетін құм басқан үңгірдің түкпірінде тұрсам да, көңіл жадырап, бойымды қуаныш кернеді. Дымқыл тартып, көгеріп, зең басқан тұс көрінбейді. Бақа, шаян, жылан сияқты улы жәндіктердің ізі де жоқ. Бір ғана қолайсыздығы, есігі тар. Бірақ жасырынар жер іздеген мен үшін бұл қолайлы. Мұндай жерді іздесең таба алмайсың. Бұл олжам мені қатты қуантты. Өзіме қажетті дегендерді осы үңгірге тасуға бел будым. Өзім үшін өте қымбат дүниелер, оқ-дәрі мен артық мылтықтарым, анығырақ айтсам, 2 аң аулауға арналған мылтық. Менде бар жоғы 3 мылтық және 8 мушкетімнің 3-еуін алдым. Осылайша менің қамалымның қоршауының сырт жағында зеңбірек секілді үнемі оқтаулы тұратын 5 мушкет қалды. Мен сырт жаққа шықсам, бұларды үнемі өзіммен бірге алып жүрдім. Оқ-дәрілерім мен мылтықтарымды жаңа орынға тасыдым. Сосын бұрын су тиген, ішіне оқ-дәрі салынған бір бөшкенің аузын аштым. Оқ-дәрілер тегіс бүлінбепті. Тек су тиген жері ғана қатайып, қабыршақтаныпты. Қалғандары аршылмаған жаңғақ секілді бүп-бүтін жатыр. Осылайша мен тағы да 60 фунт оқ-дәріге аяқ асты олжалы болдым. Бұл күтпеген сый еді. Мен оқ-дәрілерімді жаңа үңгірге сақтау үшін тасыдым. Бірақ әртүрлі жағдайлар үшін деп 3 фунттан артығын қорғанымда ұстамаушы едім. Сол жерге жаңа үңгірімді айтамын. Оқ жасайтын артық қорғасынды да тасыдым.
Сол уақыттарда мен өзімді ананың мынаның көзіне түсе қоймайтын жартастар мен үңгірлерде өмір сүрген ежелгінің дәулері секілді сезіндім. Мейлі, мені іздеп 500 жабайы бүкіл аралды тінтсе де, олар менің үңгірімді таба алмайды. Тауып алған жағдайда олар тұмсығын да сұға алмайды, дедім өзіме өзім. Үңгірде жатқан ешкі ертеңіне ақ өліп қалды. Сол жерге терең етіп шұңқыр қаздым да иістеніп кеткен өлексені көмдім. Иістенген өлікті сүйрелеп далаға шығарудан гөрі маған сол жерге көме салған қолайлы көрінді. Менің аралдағы тіршілігім 24-ші жылға аяқ басты. Жалғыздыққа көндігіп кеткенім сондай жабайылар үрей туғызбағанда, еш қайғысыз қалған өмірімді де жалғыздықта өткізіп, кәрі ешкі сияқты жалғыз жатып жан тапсыруға да дайын едім. Өзіме аз ғана ермек табылғасын күндерім бұрынғыдай емес зулай бастады. Біріншіден, сіздер білесіздер, мен тотымды сөйлеуге үйреттім. Ол сөздерді өте анық түсінікті айтатын болды. Естіген құлаққа даусы да өте жағымды еді. Ол 26 жылдан астам уақыт менімен бірге болды. Одан кейін де қанша өмір сүргенін білмеймін. Бразилияда жүргенде тоты құстар 100 жылдан аса өмір сүреді деп естігенмін. Бәлкім, менің адал досым тоты әлі де болса аралды шарлап, «Робин Крузо, қайдасың?» деп шарқ ұрып іздеп жүрген болар, кім білсін. Тотыма шер тарқатып отырғаныма куә болған адам тотымды мені арбап отырған шайтан деп ойлап қалуы да мүмкін. Жалғыздықтың азабын Құдай ешкімнің басына салмасын. Итім де 16 жыл маған адал қызмет етіп, менің адал досыма айналды. Ол әбден қартайып өлді. Ал енді мысықтарым туралы сіздерге айтып өткенмін. Олар тіпті көбейіп кетіп, менің азық-түліктеріме шабуылдай бастады. Тіпті өзім азықсыз қалатын болған соң оларды қуып жібердім. Кемеден алып келген 2 мысық қартайып өлді. Қалған мысықтар үй маңын торуылдамаулары үшін мылтық атып үркітіп отырдым. Байғұстар безіп, орман кезіп кетті. Көңілім қалаған 2-3 мысықты бағып қақтым. Олар менің отбасымның ең қадірлі мүшелеріне айналды. Бұлардан басқа 2-3 ешкіні бағып, қолдан жем беріп үйреттім. Менде тағы да 2 тоты құс бар еді. Әрине, кәрі тотымды есептемегенде, олар да сөйлей алады және Робин Крузо деп атымды атап шақырады. Бірақ тотым сияқты анық сөйлей алмайды. Бұларды үйрету үшін біраз уақытым мен еңбегімнің кеткені анық. Сосын қалай аталатынын білмедім. Теңізде жүзетін біраз құстарды ұстап алып асырадым. Олар ұшып кетпеуі үшін қанаттарын қырқып тастадым. Жабайылар келіп қалса деп қорғанымды айналдыра отырғызған жас теректер тоғайға айналды. Менің құстарым осы теректерге ұя салып балапан басты. Мұндай көрініс менің жанымды жадыратты. Осылайша қайталап айтамын, мен өзімді өте жақсы және бақытты сезіндім. Жабайылардан қауіптенгенім болмаса, мен өз тағдырыма риза едім. Бірақ тағдыр жолы әрқилы. Менің жазғандарымды оқыған адам осы жолдарға көңіл аударса екен. Біз өмірімізде қайғылы жағдайға жиі ұшыраймыз. Ұшырап қалмайық деп алдын ала үрейленеміз. Басымызға қиындық түскен күнде де оны Құдайдың сынағы деп ұғынуымыз керек екен. Қиындықпен күресу және оны жеңу бақытсыздыққа ұшырамаудың бірден-бір жолы. Мен өз өмірімнен дәлелдер келтіріп, сөзімнің дұрыстығы үшін жауап бере аламын. Бірақ мен аралдағы тірлігімнің соңғы жылдары ғана сүйінішпен өтті, барақатқа толы болды деп айта алар едім. Сонымен, мен аралдың тұтқыны болып 23-ші жылды қарсы алдым, желтоқсан айы. Бұл уақыт күннің оңтүстікке ауысар мезгілі, сондықтан мұндай ыстықты қыс мезгілі деп атай алмаймын. Бұл менің егін орып бидай жиятын қарбалас кезім. Бір күні таң алдында үйден шығып келе жатып, менің үйімнен 2-3 миль қашықтықтан жағалаудағы отты көріп шошып кеттім. Менің бақытыма қарай бұл аралдың жабайылар қоныстанған емес, өзім орналасқан жағалауы еді. Алыстан аңғарғаныма шүкіршілік етіп, шақырылмаған қонақтардың көзіне түсіп қалмау үшін бір адымда алға баспай тоғайма жасырындым. Бұл жер өте қолайлы болғанымен жабайылар аралды кезіп, тіміскілесе менің жай қалған егінімді көрсе, болмаса тіршілігімнен белгі берер басқа нәрселеріме куә болса, аралда адам бар екенін біліп, мені іздеп тапқанша тыныш таппайды деп қорықтым. Жүгіре басып қорғаныма келдім де басқышты тартып ішке түсіріп, қорғану амалдарына кірістім. Келдім де зеңбіректерімді
үйдің сыртқы жағында орнатқан мушкеттерімді айтамын. Және тапаншаларымды оқтап, соңғы демім қалғанша шайқасуға бел будым. Сол қалпы сыртқы тіршіліктен қол үзіп хабар берер тыңшыларым да жоқ. 2 сағаттай отырдым. Бұдан ары отыруға шыдамым жетпей, тауға шығар басқышым арқылы сіздерге таныс қадағалау орнына аттандым. Ең биігіне шыққан соң қалтамнан дүрбімді алып, етпеттеп жатып жағалаудағы от көрінген тұсқа дүрбімді бағыттадым. Тырдай жалаңаш 10 шақты жабайы отты қоршай отырып алған. Әрине, мұндай кеңсірігіңді жыбырлатқан аптапта олар отты жылыну үшін жаққан жоқ қой. Мүмкін адам етінен дайындалған тағыларға арналған түскіліктерін ішкелі отырған шығар. Олжалары дайын секілді. Тірі ме, өлі ме онысын білмедім. Жабайылар 2 қайықпен келіпті. Қайықтары жағада тұр. Судың төмендеген кезінде келіп, енді судың көтерілуін күтіп отырған сияқты. Бұл оқиға мені қалай абыржытқанын көрсеңіздер еді. Олар менің аралымда және менің үйіме жақын жерде. Біраздан кейін мен өз-өзіме келе бастадым. Жабайылар су көтерілгенде келіп, төмендегенде кетіп жүреді екен. Бақылап жүріп, соншалықты қауіптің болмасына көзі жеткен соң, егінімді оруға кірісіп кеттім. Менің күткенімдей болды. Су көтерілген бойда жабайылар қайықтарына мініп тайып тұрды. Айтуға ұмытып кетіппін-ау, кетерлерінен 1 сағат па, әлде 2 сағат па бұрын олар жағада тұрып биледі. Мен дүрбімен анықтап қарап, олардың оғаш селкілдеген дене қимылдарын анық көрдім. Түгелдей түр жалаңаш, бірақ қайсысы әйел, қайсысы еркек екенін аңғара алмадым. Олар көзден таса болысымен таудан түстім де 2 мылтығымды иыққа іліп, 2 тапаншамды шапашотымды белге қыстырып, бір сәтке де аялдамай, жабайлардың ізін алғаш көрген төбеге қарай бет алдым. 2 сағаттай жүріп, ауыр құралдар асынып алған соң, жүрісім бәсең болды. Тіпті өнбеді десем де болар. Төбенің басына шықтым. Қарасам, әлгілерден басқа тағы 3 қайыққа тиеліп, аралдан құрлыққа қарай тартып бара жатқан жабайларды көрдім. Жағаға келіп, көзбен көргенімді жеткізу мен үшін өте ауыр. Айуандардың шат көңілмен билей жүріп тойлаған қанды отырыстарынан кейін шашыраған қан, шашылған сүйектер, адам еттерінің шашылған бөліктері қалған. Бұл оқиғадан кейін тағыларды бір емес, бірнеше болып келсе де жайратамын деген өзімнің бұрынғы мақсатым ойыма оралды. Бірақ бұл айуандар менің аралыма анда-санда ғана келеді. Олардың келіп кеткендеріне 15 айдан астам уақыт өтті. Осы аралықта мен олардың өздері түгіл іздерінде көргенім жоқ. Жағаға келіп кеткендерін айғақтайтын да еш нәрсеге көзім түспеді. Жаңбырлы маусымда олар менің аралыма аяқ баспады. Мүмкін бұл жер өте қашық болған соң шығар. Шақырылмаған қонақтарым күтпеген жерден келіп қалып шабуылдап жүреді ме деп, 15 ай бойы менің жаным жай таппады. Көп сөздерімнің түйінін айтсам, жаныңды жегідей жейтін жамандықтың болғанынан болары жаман екен. Сарсылтқан ұзақ күндер бойы мен тек қана қан төгуге, өш алуға ғана ниеттеніп жүрдім. Бір сөзбен айтсам, қолайлы сәт іздеп жүрдім. Олар соңғы келгендерінде 2 қайықпен келсе, оларға аяқ асты қалай шабуылдауға болады деп ойладым. Мысалы, жабайылар бір келгенде 20-30 шақты болып келеді. Бәрін жайратып салдым делік. Мұның артынан апта болмаса, ай өткеннен кейін тағы мұншамасы келеді. Оларды тағы қырып салуға тура келеді. Одан кейін тағы да басқалары келеді. Сөйтіп жүргенде мен олардан да өткен қанішер, олардан да сорақы жабайға айналамын ғой. Менің күндерім дабыл қағумен өтіп жатты. Ерте ме, кеш пе, мейірімсіз айуандардың тасқынына төтеп бере алмасымды білдім. Күнделікті қажеттіліктерім үшін де үңгірімнен шығудан қалдым. Үнемі жан-жағыма жалтақтаумен болдым. Мал өсірудің қажеттігін білген кезімде оларды қамауда ұстауым керек деген ойымның қаншалықты оң болғанын енді білдім. Аралдың жабайылар келер тұсында мылтығымды да атудан қалдым. Олар мылтық даусынан үркіп қашып кетіп, келесі жолы 200-300 болып қайықпен қайта оралар болса, мені не күтіп тұрғанын көз алдыма оңай елестеттім. Жыл толып 3 ай асқан кезде жабайларды тағы көрдім. Егер менің көзіме түспей қалып жүрмесе, осы уақыт ішінде олар аралға келген жоқ. Негізі олар бұл маңда көп тұрақтамайды да. Мен аралға аяқ басқан 24 жылдың мамырында, менің есебім бойынша, олар мен бір тамаша кездесу болды. Оны керек жерінде айтып берермін.
Осы 15 айдың мен үшін қаншалықты үрейге толы болғанын айтып жеткізе де алмаймын. Өте жайсыз ұйықтап, күнде қорқынышты түс көріп, жиі-жиі шошынып жүрдім. Кейде түсімде жабайыларды өлтіріп, күнәмнан арылудың жолын таба алмай аласырып жүремін. Күндізде жанымды қоярға жер таппаймын. Бұл жайлы әңгімемді кейінге қалдыра тұруды дұрыс көріп отырмын. Өз күндерімді белгілей бастаған менің ағаш күнделігіме жүгінсек, мамырдың ортасында тура 16-сы күні күндіз түні найзағай ойнап дауыл тұрып, табиғаттың бұл қаһары түнге ұласты. Мен бұл уақытта өзімнің тым жадау, тым жұпыны тірлігімді ойлап інжіл оқып отыр едім. Бір кезде маған теңіз жақтан шыққан сияқты боп көрініп, зеңбірек даусы естілді. Шошынғанымнан қалшылдап кеттім. Бірақ бұл тағдырдың одан кейін көрсеткен сыйларымен салыстырғанда түк те емес еді. Басыма неше түрлі ойлар келді. Санаулы уақытымның бір минутын да зая жібермеуге тырысып, орнымнан атып тұрып, баспалдақты қойып тауға өрмелей бастадым. Мен биігіне жете бергенде от шашу аспанға атылып, артынан тағы зеңбірек атылды. Бұл бір ретте мен теңізге қайықпен шыққанымда ағыс мені алып кеткен маңай екенін зеңбірек тарсылы шыққан тұстан аңғардым. Бұл апатқа ұшырап, маңайынан өтіп бара жатқан кемеге құтқару дабылын қағып, көмек сұраған кеме екенін бірден білдім. Қобалжып тұрсам да өз-өзіме келіп, егер мен бұл адамдарды апаттан құтқарсам, бәлкім олар мені ала кетер деп ойладым. Жалма-жан қолыма түскен ағаштарды жинап алып тұтата бастадым. Желдің болғанына қарамай құрғақ ағаш лап етіп, жалын бірден биікке көтерілді. Алаудың көкке көтерілгені сондай, егер кемеде адам бар болатын болса, олардың от ұшқындарын аңғармауы мүмкін емес еді. Оларда аңғарған болулары керек. Жалын көкке көтерілген бойда, олар бірнеше дүркін зеңбіректерін қайта-қайта ата берді. Мен алауымды таң атқанша тұтатып отырдым. Таң атып, көктің жүзі сейілгенде, тұман болғандықтан ба, дүрбімен де анық көре алмадым. Солтүстік жағалаудағы теңіздің бетінен желкен бе, әлде кеменің бір бөлігіме бір нәрсе қарауытты. Күні бойы қарауытқан нәрседен көз алмадым, ол орнынан қозғалмады. Бұл зәкір тастаған кеме шығар деп болжадым. Болжамымның дұрыстығына көз жеткізгім келіп, шыдамсыздана қолыма мылтығымды алып, жағаның оңтүстік шығысына, мені бір кезде ағыс алып кеткендегі жартасқа қарай жүгірдім. Тұман сейілді. Бар маңай ап-анық көрініп тұрды. Өкінішке қарай, бұл қираған кеме болып шықты. Желдің күшімен ығып келіп, су түбіндегі биік тасқа соғылған, сол жерде қирап, қайырлап барып шөккен екен. Су астында мұндай тастардың бар екенін қайықпен жүргенде көріп едім. Ол тастар теңіз суы тасығанда қарсы ағыс туғызады. Теңіздің тасып, судың жағаға шығуына бөгет болады. Менің тағдырым қыл үстінде тұрғанда аман қалуыма осындай жағдай себеп болған екен. Тірлік деген осы. Біреу жан сақтаса, екіншісі жан береді. Кім екені беймәлім. Бұл адамдар су астында мұндай жартастардың болатынын білмегендіктен кемелері түнде солтүстік шығыстан соққан желдің екпінімен келіп қатты соғылған болуы керек. Егер кемедегілер бұл жерде арал барын байқаса, олардың байқауы екі талай. Қайықтарын ағытып жағаға жүзіп келер еді. Мен алауды жаққаннан кейін олардың зеңбіректі атқылауы, үсті-үстіне күшейе түскені менің басымда бір талай болжамдарды тудырды. Мен кейде олар мен жаққа отты көре салып, қайықтарына мініп жағаға қарай есе бастады. Бірақ қатты толқынды игере алмай суға батып кетті деп те ойладым. Кейде жоқ, олар апатқа ұшырамай тұрып ақ барлық қайықтарынан айырылған ғой деп те ойладым. Өйткені кеме батып бара жатқанда қайықты сыртқа лақтыруға, не сындыруға тура келетінін мен білетінмін. Мүмкін дабыл қағылып, белгі болған соң, екінші кеме апатқа ұшырағандарға көмекке келіп адамдарын құтқарған шығар. Тіпті бұлайда болуы ғажап емес. Қайыққа отырған кеме экипажы қатты ағыстың иіріміне ұшырап, ығысып ашық теңізге шығып кетуі де мүмкін. Онда олардың ажалы жетті дей беріңіз. Себебі бұл байғұстар аштықтан бірін-бірі жеп тынатыны айдан анық еді. Шындығында қираған кеменің тағдыры не болды екен? Маңайлап жүрген бір кеме көмек қолын созбаса, мұндай дауылдан адам баласы аман қалады деп ойлаудың өзі қиын. Бірақ бұл болжам ғана еді. Өкінішке қарай бұл маңда басқа кеменің өзі түгілі ізі де көрінбеді. Кемені көрген кездегі менің үмітімді, зарымды жеткізе алар сөзді
Қайдан табарымды білмеймін. Өз еркімнен тыс. Құдай-ай, егер 2-3, ең болмағанда бір адам аман қалып жағаға жетсе, қасымнан тірі жан табылып, мен де адам баласы емеспін бе? Тілдесіп шер тарқатар едім, дедім күбірлеп. Ұзақ жыл тақуа адамдай тіршілік кешсем де, ешқашанда жалғыздықтың зарын дәл сол сәттегідей сезінбеппін. Құштарлықтың өз құпиясы болады. Ол көзге түсер қозғалыстағы бір нәрсеге деген құштарлық болуы мүмкін, немесе көзге көрінбеуі де мүмкін. Біздің түйсігіміздегі, қиялымыздағы құштарлық жан дүниемізді еріксіз жаулап алады, және ол құштарлықтың орнын енді еш нәрседе толтыра алмайды. Қираған кемеден ең болмаса бір адам аман қалса, деп қатты тіледім. Бір адам деген сөздерді 1000 рет қайталадым. Бұл тілегімді саусақтарымды жиырып алып, қолымды қатты қысып, қалшылдап тұрып айттым. Алақанымда жұмсақ бір нәрсе болғанда сөзсіз үгітіліп кетер еді. Қатты тістеніп алғаным сондай, жағым қарысып қалды. Бұл адамның қандай жағдайдағы халі екенін дәрігерлер айта жатар. Мен тек өз басымнан өткен жағдайды ғана баяндадым. Бұл жағдайға қалай түскенімді білмеймін. Бір анығы, бұл кеше ғана қандастарыммен табысуға ынтыққан менің қиялымдағы шын бақыттың көрінісі, менің құштарлығымның шегі болды деп айта аламын. Тағдырдың жазуы ма, я қырсық шалдыма, мұндай бақытқа жете алмадым. Тек жағаға қалқып шыққан нәрселер қираған кеменің құрдымға кеткенінен хабардар етті. Аралдағы өмірімнің соңына дейін қираған кемеден тірі жан қалды ма, жоқ па, біле алмадым. Бірнеше күннен кейін тағы да қайғылы оқиғаға куә болдым. Кеме қираған тұсқа қарсы жақтан су бетіне өлген адамның мүрдесі қалқып шықты. Үстінде кенеп көйлегі, шалбары, сыртында теңізшілер киетін шолақ жейдесі бар. Оның ұлты кім екенін ажыратарлық еш белгі болмады. Қалтасында 2 алтын ақша мен мүштіктен басқа ештеңе жоқ боп шықты. Әрине, мен екіншісі үшін қуанғанымды осы жерде жасыра алмаймын. Дауылдан кейін тыныштық орнаған соң қайыққа мініп кемеге дейін барғым келді. Өзіме керек жарақтар табатыныма сенімді болдым, бірақ ниетім басқа. Кемеде тірі жан қалған болса, деп үміттендім. Бұл ой мені әбден жаулап алды. Құдайдың құдіретімен кемеге жетпейінше, күндіз түні жаным жай таппасын білдім. Мен өз еркіме бағына да, қарсы да келе алмадым. Бұл Құдайдың қалауы. Орындамасам, ар алдында айыптымын деп ойладым. Жан қалауы еркіме тұсау болсын ба? Қамалыма тез жетіп сапарға қамдануға асықтым. Өзіммен бірге нан, үлкен құмыра тұщы су, құбылнама, бір бөтелке ром, ол менде әлі бар еді. Жүзім салынған себет алдым да, осы азықтарымды арқалап қайығыма аттандым. Оның түбіндегі суын төгіп теңізге түсірдім де, әкелгендерімді орналастырып, жаңа жүктерімді тасуға қайта кеттім. Бұл жолы үлкен қапшық күріш, бір құмыра тұщы су, арпаның ұнынан пісірген 20 шақты күлше нан, бір бөтелке ешкінің сүті, бір бөлек ірімшік алдым. Осының бәрін арқалап қара терге малынып, әрең дегенде қайыққа жеттім. Құдайға құлшылық қылып жолымды тілеп сапарға аттандым. Жағаға жақын жүзіп отыруға тырысып, аралдың солтүстік шығысының шегіне дейін келдім. Осы жерден мен енді ашық теңізге шығуым керек еді. Бұл өте үлкен тәуекел болатын. Бару керек пе, әлде жоқ па? Мен жағалаудан біршама қашықтықта аралды орай тез ағып жатқан теңіз ағысының тасқынына қарадым. Алғашқы саяхатым жадыма оралып, басымды қандай қауіп-қатерге тіккенім есіме түсті де, шешімімнен айни бастадым. Егер мен ағыстың иіріміне түссем, мені алысқа әкетіп, тіпті өз аралымды назардан жоғалтып алатынымды білдім. Ал сол сәтте салқын желдің тұруы мұң-ақ екен. Менің қайығым бірден суға толар еді. Бұл ойлардың мені абыржытқаны сондай, мен өз ойымнан бас тартуға дайын едім. Мен теңіздің кішкене қолтығына қайығымды тіреп, қайығымнан түсіп кемеге барсам деген ынтызар тілекпен, алдымда күтіп тұрған қауіп-қатердің арасында не істерімді білмей қатты дағдардым. Басымды қаумалаған ауыр ой құшағында отырғанымда су көтерілді. Енді қаласам да, қаламасам да саяхатымды бірнеше сағатқа шегеруге тура келді. Сол сәтті пайдаланып, бір биік төбеге шығып, су көтерілгендегі судың ағысын аңду керек деп ойладым. Кемеден аралға осы ағыспен жетуге болады екен. Осы ойды ойлап болғаным сол еді. Онша биік емес бір төбе көзіме түсті.
Бірақ басына шықсаң ағыстың бағытын екі жағынан да байқауға болады екен. Көз талдырып көп қарағаным жоқ. Судың төмендеген ағысы аралдың оңтүстік тұсынан шығып, көтерілген су солтүстік тұсқа ағатынын байқадым. Кері ораларда аралдың солтүстік жағын бетке ұстасам аман-есен жетеріме көзім жетті. Осы ойымды құптадым да судың төмендегенін күтіп келесі күні ертемен аттанбақ болдым. Сол күні баяғы айтылған матрос шинелін жамылып қайықта түнеп шықтым да ертеңгісін теңізге шықтым. Ең әуелі солтүстікке бет алып ағыстың иіріміне түскеннен кейін шығысқа бет түзеп жүздім де отырдым. Ағыс қайығымды тез іліп алды да жөнелді. Бірақ алғашқы саяхатқа шыққандағы оңтүстіктің ағысындай тым тез емес еді. Ол ағыста қайықты бағдарлап бұруға да шамам келмеп еді. Бұл ағыс одан бәсеңдеу екен. Ескегім мен қайықты өз қалауымша бағыттап кемеге қарай туралап жүзе жөнелдім. 2 сағатқа жетер-жетпес уақытта кемеге келіп жеттім. Алдымнан қайғылы көрініс ашылды. Кеме түрі испандікіне келеді. 2 жартастың арасына қыстырылып қалыпты. Құйрық жағы мүлде қираған, діңгектерінің күл-талқаны шыққан, бірақ орта белінен жоғары тұмсық жағы бүтін сол қалпы. Кемеге құйрық жағынан жақын келгенде кеме үстінде жатқан бір ит көзіме түсті. Мені көрді де ұлыды, қыңсылады, дауыстап ем, кемеден секіріп түсті де жүзіп жетіп келді. Итті көтеріп қайыққа отырғыздым. Бейшара әбден ашығыпты, іші қабысып қалыпты. Нан беріп едім, қысты күнгі аш қасқырдай тарпа бас салды. Алдына су қойып ем, қомағайланып ішем деп шашалып өліп кете жаздады. Бере берсем, жарылғанша іше беретін түрі бар. Итке тамақ бердім де кеменің үстіне шықтым. Бірінші көргенім кіре берісте 2 адам өліп жатыр. Қолдары айқасып қарысып қалыпты. Кеме тасқа келіп соғылғанда үстерін су басып сірә тұншығып өлген. Қалғандары қатты толқынның екпінімен суға батып кеткен болу керек. Иттен басқа тіршілік иесі көрінбеді. Кеменің ішіндегі заттардың бәріне су тиген екен. Трюмде 1-2 бөшке көрінді. Оның шарап екенін, әлде басқа бір нәрсе екенін біле алмадым. Тым үлкен. Қозғап әуре болғаным жоқ. Бірнеше сандық жатыр. Шамасы теңізшілердікі болу керек. Екеуін қайыққа әкеліп салдым. Аузын ашып қарағаным жоқ. Ішінде не бар, не жоғын білмедім. Егер кеменің алдыңғы жағы қирап, арт жағы бүтін қалғанда мен көп олжамен оралады екенмін. 2 сандықтағы жүкке қарағанда кеме бағалы заттар тасыған болуы керек. Кеме Буэнос-Айрестен немесе Бразилияны жағалап Рио-де-ла-Платадан Гаванаға немесе Мексика шығанағына жетіп сол арадан Испанияға бет алған болу керек. Бұл кемеде қазынаның мол болғандығы күмәнсіз, бірақ өлім аузында қалғандар үшін қазынадан не қайыр, ал адамдардың тағдыры жайлы ол кезде еш нәрсе білгенім жоқ. Арақ шарап қойылған болу керек, сандықтан өзге тағы 1 бөшке алдым. Бөшке онша үлкен емес, ішіне 20 галлон су кететіндей. Бірақ көтеріп қайыққа әкелу өте ауыр болды. Каютадан бірнеше мушкет, сауытқа салған 4 қадақтай күкірт таптым. Мушкетті емес, күкіртті алдым. Өйткені күкірт керек еді. Бұлардан басқа күрек, қысқаш, 2 бақыраш, жез шәйнек алдым. Жүктерді тиеп итті қайыққа салып, су көтерілісі мен кідірместен жүріп кеттім. Сол күні түнгі сағат 1-дің шамасында әлім бітіп, әбден қалжырап, аралыма жеттім. Қайыққа түнеп шығып, ертеңіне тиелген заттарды үйге емес үңгірге тасығым келді. Тамақ ішіп, әлі жиып алдым да, әкелген жүкті жағаға түсіріп, тексеріп қарай бастадым. Бөшкеге құйылған ром екен, бірақ дәмі бір түрлі, ішуге келмейді. Сандықтан өзім зәру болып жүрген нәрселер табылды. Мысалы, асты үсті бүтеу бір әдемі ыдыс, іші толған ликер құйған бөтелке. Бөтелкенің әрқайсысында 3 фунтке жақын ликер бар. Бөтелкесі жай емес, тығыны күміс, түрі әдемі. 2 банкі тосап, мұның да аузы жақсы бекітілген. Ішіне бір тамшы су кірмеген, сол қалпы тұр. Тағы бір банкі болған. Оның ішіне су кіріп, білініп қалыпты. Сандықтан жаңа көйлектер де табылды. Мен киімге өте зәру едім. 20 шақты бет орамал және мойынға салатын орамалдар да бар екен. Мен одан сайын қуандым. Ыстық күнде тершіген маңдайды жұмсақ орамалмен сүртудің өзі керемет қой, деп көз алдыма елестеттім. Сандықтың түбінде 3 дорба ақша, шамасы
1100 пиастр. Қағазға оралған 3 алтын дублон және бірнеше алтын табылды. Алтынның ауырлығы бір қадақ шамасы болады деп шамаладым. Екінші сандықта көптеген киім-кешек бар екен, бірақ бәрі де жарамсыз. Ішіндегілеріне қарағанда бұл сандық қатардағы зеңбірекшінікі болу керек. 3 ыдысқа бөліп салған 2 қадаққа жақын оқ-дәрі бар. Бұл мылтықтікі болу керек. Бұл сапарымда қажетті деп тапқан нәрселерім өте аз болды. Алтынның мен үшін құны төмен. Алтынымның бәрін жинап теріп, аяққа киер 3-4 башмаққа бір шұлық үшін бере салар едім. Мен шұлық, башмақ дегенді көрмегелі қай заман. Осы барғанымда 4 жұп башмақ алдым. Екеуін өлгендерден шешіп алдым да, екеуі сандықтан шықты. Бірақ іздегенім табылса да, сапасы да, түрі де ағылшындардікіне ұқсамайды. Башмаққа да келіңкіремейді, кебіс сияқты. Бір сандықтың түбінен түрлі ақшалар табылды, бірақ алтын емес. Бірінші сандық офицердікі де, екіншісі жай адамдікі ме деп ойладым. Ақшаларды үңгірдің ішіндегі кемеден алған өз ақшаларыма үстеп тығып қойдым. Қираған кемедегі қазынаға толық ие бола алмағаныма өкіндім. Ондағы мүліктерді түгелімен қайығыма тиеп бірнеше рет келіп кетуге болатын еді. Егер күндердің күнінде Құдай жарылқап Англияға жетер күн туса, үңгірдегі ақшаны сәті туғанда алып кетер едім. Кемеден алынғандарды үңгірге тасыдым да қайыққа қайта келіп, оны жағадағы бұрынғы орнына әкелдім. Сосын төте жолмен үйге қарай тарттым. Үйім орнында, бәрі сол қалпы екен. Кішігірім үй жұмыстарымен айналысып, бұрынғыдай мамыражай қалыпта тірлік кеше бердім. Бірақ сіздер білесіздер, соңғы жылдары мен өз күзетімді күшейтіп, үйден шығуымды да сиреттім. Тек аралдың күншығыс тұсынан келер қауіп-қатер жоқ. Жабайылардың ол жаққа келмейтініне әбден көзім жеткен соң, мылтығымды асып жүруді сиреттім.